қостың ғой да? Хлопок беріп. Көбір. Достар, в общем, короче, все. Че, қалай? No. Ладно, ровно айтып тұра салайын. Че, какие первые ощущения? Киноактер. Вспомнил былые времена. Че, Оскар получите в этом году? Надеемся, да? Короче, вот эти два встретились. Салоннан 2 кобальт алған. Че там, пацаны? Привет передавайте. Казахстанский сборка. И Өзбекстанский сборка. Корейский сборка. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Ключ на 17 каналы және бүгін бізде менің артымда тұрған 2 Chevrolet Cobalt автокөліктермен жарысатын боламын. Тамашалап кетіңіздер. Достар, әрине ойнап айтам, қыстың күні көктайғақта Астана қаласында ондай жарысы ол өте қауіпті. Біз ешқандай да өмірімізбен рисковать еткіміз келмейді. Біз просто осы біздің артымызда тұрған 2 Cobalt-ке обзор түсіретін боламыз. Тамашалайық достар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай бүгін бізде обзорда 2 Cobalt. Бірінші тұрған Allure автосалонында сатып алынса, ал екінші автокөлік ол Қостанай қаласындағы Chevrolet автосалонында сатып алынған. Осылай видео түсіріп, жақсы прям качествода контент жасауға тырысып жатырмын. Сіздерден бір-ақ нәрсе бізге мотивация беру үшін каналға жазылып, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп, бізге поддержка беріп, комментарий, лайк бәрін жасап, короче, как обычно керек нәрсенің барлығын жасап, самое главное тіркеліп болыңыздар, осы біз сіздер үшін тырысып жатырмыз. Cobalt-тың фаралары, қазіргі заманғы машиналардан ешқайсысынан кем емес, наоборот мықты деп айта аламын. Кез келген қарама-қарсы бағыттағы автокөліктің жүргізушілердің көздерін шағылыстырады. Камерада жақсы көрсетші. Вот өздеріңіз байқағандай жарық. Ал туманикасына келетін болсақ, кез келген туманнан шығып кете аласыздар. Достар, мен Cobalt-тың салонына келетін болсам, менің өзімнің автокөлігім 2110 мен салыстырғанда өте ыңғайлы, маған ұнап тұр. Управляемость жағы да кайф прям. Еще кең печканың неше түрлі бағытта соғуға болады. Кез келген автокөліктегі бар, режимдердің барлығы да бар. Ешқандай автокөлікте кең емес. Салон былайша айтқанда жаңа, біздің десятка приорын қарағанда кеңірек, өз бағасына лайықты, заманауи циферблат қайтады бізде. Тахометр, спидометр барлығы электронный. Бір ғана кемшілік бар. Cobalt-ты алған кезде адамдардың айтқан ең үлкен минус жейді. Бірақ мен минус деп есептемеймін, потому что датчик температуры жаңа автокөлікке қажет емес секілді. ВАЗдарда ол проблема.
вентилятор қосылмай қалуы мүмкін, уайымдап отырасың қарап дегендей. Ал вот кобальтта ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын. Бізде бұл жерде автомат, шасси супка. Лобовой бізде үлкен, әдемі көрінеді. Клиренс биік, менің десяткама қарағанда. Өздеріңіз алдыңғы видеода көргендеріңіздей, шаш сонындай шашатыны бар, сенде де бар ма? Менікінде бар атак. Мындай фарасы бүйтіп бұралады, мындай бүйтіп қосылады. Былай. Тумайкасы қалай қосады мынаны? Оны білейін. Фарасы бүйтіп төмен түседі. Сөйтіп былай көтеріледі. Сенде де бар ма ондай? Менде бар. Ладно, ойнап айтамын. Көтен жылытқышы бар. Подогрев сидений. Кондиционер самый главный. В основном бізде ыстық қалаларда Шымкентте керек нәрсе. 1.6 қанша аттың күші бар еді? Біз бұл жерде бізде по-любому менікінен көп, короче. Қанша екенін білмеймін. Полный электропакет. Мындай бар. Артқа қарайтын мындай бар. Бүйтіп түседі. Бүйтіп көтеріледі. Аварийкасы бар. Бүкіл есікті құлдап қоюға болады. Құлтанғанда еще ішке қарай былай құлтайды. Еще былай ашады. Көрдіңдер ма? Двигатель ортада орналасқан. Ручник, механика режим бар. Өз механикада болғаннан қалай болатын, бірақ қолданатын адамдар бар болсын. Біз М-ға қоямыз мысалы. И вот плюс 1, 2, 3, 4 азайтып көбейтіп өзімізге ыңғайлы неде түсіріп кете береміз. Нейтралка. И R задний. Өзіме ыңғайлап қойдым водительский сиденьені, и өзім артыма отырып көрдім. Конкретно олжас оқыстан көріп алғам. Отырым ыңғайлы. Смело, любой дальний жолға шығып кете беруге болады. Мен лично мына машинаны былай айтар едім. Қазіргі бізде қазақтар Камриді мінуді ұнатамыз ғой, дұрыс па? Камри ұнайды, бірақ Камри сатып алуға қазір өздеріңіз білесіздер, баға қандай қымбат. Ал Камридің орнын басатын осы Кобальт деп смело айта аламын. Қалтамызға да қатты ауыр түспейді, және комфорт жағынан да өте ыңғайлы машина. Сіздерге сатып алуға кеңес беремін. Кез келген қазақтың автокөлігінде болатын зат тәсіпі, және көлік дұғасы, сапар дұғасы. Сіздер де алып жүріңіздер, сапар ұшатын кезде оқыңыздар. Отопление жоқ, брат, отопление жоқ да. В общем, достар, багажниктің сыйымдылығын қанша литр екенін білмеймін, но смело айта аламын, мына жерде мен и қасыма тағы бір қыз седі, ойнап айтам. Тағы бір адам седі негізінде, бірақ үлкен багажник көргендеріңіздей. Мен мазаламаңыз. Мақұл? Давайте. Жолығымыз. Ебать! Аблай! Бля, қорқынышты екен. Достар, бағана негізі әзіл болған тұғын. Бізде қазақта багажникта қой тасыған жақсы көреміз ғой. Негізі, в принципе, қалайтын болсақ, бір 2-3 қой тасуға болады, или там қызалықпа шыққан жақсы көреміз ғой. Қызалықпа жуға да болады, өздеріңіз көргендей. Мен енді өзім үлгенмін деп айтамаймын. Бірде 75 бой. Но смело сыйдым көргендеріңіздей. Любой қыз салып алып кетуге болады. Саласыздар, жабасыздар и айда. Кеттік любой жаққа. Че там? Қызалықпа жанымызда? Как раз үйлену керек. Шумка жайлы айтатын болсақ, мынау заводская шумка ешқандай жоқ. Нормально, по-любому жақсы шабық тұр. Ал вот мына машинада бізде шумка бар. Уже дауыс басқа. И есік те ауыр болып. Кәдімгідей сезіледі разница. Конкретно сатып аласың салонны. Обкаткадан өткізесің, мотордың майын ауыстырасың, бензин құясың да, басқа нәрсеге басында өртпей машинаны тазартып жуып, грамотно айдап жүре бересің. Сондай машина ғой. Вот андай іші пыспас үшін андайша бір экстрим жақсы көретін мен сияқты адамдар ғой. Лада әдемі да. Бірақ ладаны жамандаған емес, по-любому жүректе лада ғой, қанша жерден комплект айтасың. Капоттың астында бізде 102 ма, 106 ма ат жатыр ғой. Заводтан 1.6 чугунный блок жақсы. Особо не разбираюсь под капот. Мен жақында білдім. Бізде мына жерде ГБО-ға арналған заводтан өзінің арнайы нелер болады екен. ГБО Өзбекстанда негізі ГБО орнатылған Chevrolet Кобальттар бар екен, но бізде Қазақстанда бензиновый. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, тап-таза. Бір автокөлік әлі обкаткадан өткен жоқ. Екіншісінде 30 000 пробег болды. Заводтан 15-тік титанкамен беріледі. Зимний шиналар тұр, шипованный. Екі автокөлікте бізде полный комплектация. Ешқандай айырмашылық көрмедім мен өз басым. Бүгінгі обзорымыз осымен аяқталды.
Сіздерге көп рахмет. Мен сіздерден қолдау күтемін. Мүмкіндіктеріңіз болғанша, барынша осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға, кобальт мінетін таныстарыңызға жіберіңіздер. Бүгін бір қызықты обзор болды деп ойлаймын. Ұқпай қалған жерлерім болса кешірім сұраймын кобальт айтатын кісілерден. Жамандағым келген жоқ. Мен жақсы жақтарын айттым. Маған бұл автокөлік ұнайды. Өз бағасына лайықты автокөлік. Мен келесі видеоларымды күтіңіздер, тамашалаңыздар. Сіздер үшін салып отырамын. Сіздермен бірге болған мен Али. Қош сау болыңыздар. В общем, солай достар, маған ұнайды. Алыңыздар, короче, мен кеттім. Есік жапшы, брат. Есік жабасайшы.